Ан жағында Батпақты ауылы, мына жағында Бозай ауылы. Бір замандарда жоңғар қалмақ қазақ соғысы деп аталып кеткен жоңғар соғысы кезінде қазақтың тәуелсіздігі үшін күрескен қазақтың мықты батырларының бірі. Бұл жерде мәңгілік тыныстап жатыр. Ұлт болып қалуда себепші болған ұлы батыр бабалардың бірі. Белгілі бір себептермен өкіметтің кезінде осы ауылда жаңағы склад саламыз деп, тұқым складын соны бұздырып, енді оның артында үлкен саясат болған, қазақтың батырлары болмаған, жаңағы ел үшін қызмет еткен азаматтар болмаған, біз келгеннен кейін барып, бұлардың көзі ашылған деген саясат жүріп, расында да бұл кісілер ел үшін, елдің қамы үшін, жаңағы егемендік үшін, тәуелсіздік алу үшін жаңағы жанын аямай соғысқан бабаларымыз, тәуелсіздігімізді жақындатқан. Бұл кісілердің бәрі қазақтың тәуелсіздігі үшін күрескен біздің бабаларымыз. Ұрпақтары ұмытпай біле соңғы кезде кеп басына тәу етіп жатыр. Бұл адамдардың бәрі бір кезде 6 жасынан жақ тартып, найза алып, қолына отан қорғаған ғой. Ертең менің малым қалады, жаным қалады, басқа нәрсе қалады деген біздің жерімізді азат етейік. Ұрпаққа осы жер мұра болсын деп күрескен қазақтың тұлғалары. Енді сол кездегі аңыздар бойынша аңыздың артында шындықтар бар. Бұл кісі мықты қылышкер болған екен. Менің білетін деректерім бойынша. Енді бір қазақ найзагер болады, біреу қылыш, біреу садақшы мерген болады. Сонымен ерекшеленеді ғой. Сонда мықты сайыскер, қылышкер ретінде ерекшеленген қазақтың хас батырларының бірі. Соған келіп тұрмыз. Бүгін тәу етіп. Бүгінгі біздің мына жарқын болашағымыз, бүгінгі мына тәуелсіз мемлекетпіз. Соның негізін қалауға үлес қосқан қазақ тұлғасы деп айтар едім.
Енді бұл азаткерлер үлкен династия. Анау Меңлібай атамыздан басталады, Меңей дейді. Балалары Түгелбай, одан жаңағы Қондығұл, бәрі батыр адамдар болған. Қондығұлдан Қазбек батыр, Қазбек батырдан Шынтемір, Шыныке батырлар, қазылар жаңағы. Одан Шәріп мерген, Райып қажы, жаңағы аға болыс болған Ақсәулінің. Ақырғы деректерде Лепсі Оязының аға сұлтаны болған адам осылар. Осы кісілердің бәрі өмір бойы осы қазақ халқының қамын жеп шейіт болған адамдар. Жаңағы жанын аямай, жаңағы ел үшін, ұлт үшін жаңағы соғысып, міне әр төбенің басында қалған біздің хас батыр бабаларымыз. Бұл жаңағы біздің ғана бабамыз емес, бұл ұлттың бабасы. Рудікі, жаңағы тайпаныкі емес, жүздің батырлар емес. Барлығы бас қосып, осында қазақтың сайын даласын алып қалған батырлар осы кісілер міне. Енді артындағы ұрпақтарына Алла тағала ризашылығымызды айтамыз. Бозай халқына міне жаңағы ауыл азаматтарына, Аягөздің азаматтарына көз ашық, көкірегі ояу